Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле кетіңіздер. Тасмағамбетов сайлауда Тоқаевты қолдауға шақырды деп жазады Адырна ұлттық порталы. Ардақты отандастар, бұл жыл мемлекетіміз үшін ерекше қиын жыл болды. Тәуелсіздік алғалы бері ең алғаш рет еліміз ең басты, ең ізгі құндылықтарын жоғалтуға шақ қалды. Тарих куә, мұндай жағдайдан кейін көп елдер өз-өзіне келе алмай, ондаған жылдарға туралап қалады. Бірақ осыған қарамастан біздің халық ауырлыққа майыспайтын, ерік жігері мен қаранардай қайыспайтын күшін көрсетіп, төрткүл дүниеге өзінің өркениетті өмірге деген хақын паш етті. Кешегі аласапыранда ортақ үйіміздегі береке мен тыныштық та халқымыздың осынау даналығы мен бірлігінің арқасында, даралығы мен ірілігінің арқасында сақталды. Еліміз үшін сол бір сындарлы сағаттарда президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың мемлекеттің ыдырауына жол бермей, тізгінді нық ұстап отырғанына баршамыз куә болдық. Сөз жоқ, бұл ұлт алдындағы, ұрпақ алдындағы орасан зор жауапкершілік. Әрине дәл қазір әрбір азаматымыз үшін ең маңызды мәселе не? Қарапайым, бірақ өте қажет үш нәрсе бар. Ол ертеңгі күнге деген сенімі, бала-шағасының амандығы, өзін бейқам сезінуі. Бұл құндылықтардың қадірі әсіресе айналадағы қарулы қақтығыстар мен мән-мағынасыз қантөгістерді көргенде ерекше білінеді. Міне, осындай алмағайып уақытта ел тізгінін санасына табиғаттың өзі дарытқан геосаяси көрегендігі, туған халқының мүддесін биік қоя алатын дипломатиялық ой-өрісі бар қайраткер, ең бастысы мемлекеттің тағдыры үшін жауапкершіліктен тайсалмай, тік көтеретін тұлға ұстау керек. Өз басым бұл қасиеттердің барлығын Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың бойынан көремін. Сондықтан бүгінгідей ел жұртымыз үшін сындарлы уақытта мен Қасым-Жомарт Кемелұлынан алдағы үлкен саяси науқан Қазақстан Республикасының президентін сайлауда қолдауға шақырамын. Азаматтарымыз туған ел алдындағы жауапкершілігін сезініп, жұмылған жұдырықтай ауызбіршілігін танытып, дұрыс таңдау жасайды деп үміттенемін. Тұйық жолдан адастырмай алып шығатын да, қара түнек қиындықты жарып шығатын да бірлік. Осыны ұмытпай ағайын.